Сіздер білесіздер ме, бір бал ұяның өзі жылына шамамен 80-100 кг бал жинайды. Ал оларға шын мәнінде қыстан шығу үшін бар жоғы 8-11 кг бал қажет. Неге артығымен жинайды? Себебі Алла оларды адамдар үшін қызмет еткізеді. Егер омарташы бал ұяның артық балын дер кезінде жинап алмаса, олар көбею, ұрықтану түйсігіне ауысады да бал жинауды доғарады. Тіпті бал ұяда бос орын пайда болса да бал жинамайды. Сол себепті бал жинау маусымы біткенше бал ұяда бос орын болуы өте маңызды. Бұл үрдіс ең алдымен аралардың өздеріне пайдалы. Екіншіден өсімдіктердің тозаңдану үрдісіне пайдалы. Үшіншіден ол адамдардың денсаулығына пайдалы. Араның қарнынан адамдарға шипа болатын түрлі түсті шәрбат, бал шығады. Ол күллі аспан әлемі мен жердегінің бәрін өзінің шексіз шарапаты мен сендерге бағынышты қылды. Алла адамзаттың игілігі үшін күллі жан-жануарлар мен жәндіктерді, тіпті ай мен күнді бағындырып берді. 9 планетаның ішінен тек жер ғана тіршілікке қолайлы болуы және оның серігі айдың жыл санау үшін тиімді болуы бұл кездейсоқтық емес. Бұл ұлы жаратушының бізге қамқорлығы.